Даналық мектебінің папкасын сұраған екенсіздер. Бұл жерде бұйрығы салынды. Даналық мектебінің мақсат міндеттері. Жұмыс жоспары. Мінекей, аталар, ағалар, әжелер, жеңгелер клубын құру. Сосын солармен сабақтар өтеміз. Мына жерде анықтамасы. Бірінші жеңгелермен сабағымыз өтті. Сырласайық жеңеше тақырыбында оқушылармен біргелікте. Жеңгелер ақыл кеңесін берді оқушыларымызға. Одан кейін мына жерде ата-ана қолдау орталығының ашылуы жайлы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Оның анықтамасы мына жерде. Мына жерде қолдау орталығының салтанатты түрде ашылуы, сол туралы анықтама. Сол күні, орталық ашылған күні әжелер мектебін және жеңгелер мектебінің мүшелерін сайлап алдым. Даналық мектебіне келген әжелер тіркеуі жеңгелерді. Мынандай QR код бердім. Осы QR код арқылы WhatsApp чатқа тіркеліп, өз пікірлерін қалдырды. Қолдау жұмысын жандандыруымызды өтініп жатыр ата-аналар. Сосын әжелер мектебінің бірінші сабағы өтті. Әжем үйреткен тақырыбында. Мына жерде жай ғана сұрақтар. Бары осы. Жұмыс енді басталды. Енді толығар папкамыз.